Металлург спорт кешеніндегі жаңа спорт алаңы тамыз айында ашылған еді. 6 секциядан тұратын спорттық алаң 5 пен 14 жас аралығындағы балаларға арналған. Алайда көп уақыт өтпей-ақ ойын алаңындағы сырғанақтардың бірі сынып, осыдан бір бүлдіршін зардап шеккен. Осы жағдайға орай қалалық мәслихат депутаттары, коммуналдық шаруашылық бөлімі мен бас мердігер мекеме өкілдерінен құралған комиссия құрылып, спорт алаңын тексеріп шықты. Виновника так сразу сказать невозможно, потому что мы посмотрели акты вандализма, которые составлялись здесь. Бұл оқиға кінәлі бірден анықтау мүмкін емес. Өйткені бұған дейін бұл жерде вандализм болған жайлы акт жасалған. Осы актыны қараудамыз, осы жерде тексереміз. Бас мердігер мекеме басшылығы спорттық алаңның қиратылған жерін қалпына келтіруге өз міндетін алып отыр. Келісімшарт бойынша ол бұған міндетті емес. Сондықтан жауапты мердігер кездесіп отыр. Ол осында 3 мәрте келіп, өзі тексеріп қарап жүр. Олардың кепілді мезгілі бар. Сондықтан қираған жерін қалыпқа келтіретініне және балалар үшін қауіпсіз болатынына сенімдіміз. Спорт алаңын салған бас мердігер мекеме басшысы бұл ақауды 27 қыркүйекте байқап, сол жерде жіппен қоршауға алып, күзетшіге ескертіп кеткендігін айтады. Сырғанақтың қоршауын қайта жасатып, 2 қазанда қойыпты. Өкінішке орай, бақытсыз жағдай қазанның бірінде орын алған. Ну да, вы знаете, у нас по договору с заказчиком это ЖКХ, у нас им по договору гарантия 2 года, но гарантия у меня заключается в том смысле, если будет заводской брак. Если будет присутствовать степень вандализма, то это у меня это в договоре нету прописано, что я должен это делать. Но я все равно это делаю, потому что я живу в этом городе, потому что и мои же дети тоже туда же ходят. Я поэтому вот иду навстречу и сам это делаю. А вот уже, когда уже беспределом занимаются наши горожане, я не имею права сказать, что это именно, знаете, вот дети там, ну, подростки, да, потому что несколько раз было замечены вот эти факторы, что факт, что имеется в виду группами подростков, там, по 5, по 10 человек, они просто издеваются и сверху, и снизу, и прыгают, и по этим горкам снутри скатываются, а поверху бегают. Конечно, это будет ломаться даже. Чугун сломается, тоже можете это понять, правильно же? Комиссия мүшелері барлық құжаттарды қарап, заңдық негіздерін тексеріп, қалалық мәслихатта мәжіліс өткізбекші. Онда осындай спорттық алаңдарды вандализм әрекеттерінен сақтап, ұстап тұру жайын шешу көзделген. Яғни осы жерде жауапты адамды белгілеу қажеттілігін шешімге келдік. Ол адам нысанды қиратудан, бұзып қиратудан сақтайды, оған жауап береді. Теміртауда бұдан 3 жыл бұрын далалық тренажер алаңы ашылған болатын. Бүгінгі ондағы 120 тренажердің 15-і жарамсыз болып отыр. Сондықтан қаланың спорт бөлім басшылығы да спорттық нысандарға кіруді ақыл етіп оған жауапты адамды бекіту туралы ұсыныс берген болатын. Қазір далалық тренажерлардан 120 далалық тренажер бар. Соның ішінде 15-і қазір жұмыс істемейді, сынып тұр. Соның бәрін жөндеуге бізге қаражат бөлінген жоқ. Сол қаражатты тауып жөндеуіміз керек біз деп ойлаймын. Өкінішке орай қаладағы жаңадан салынған балалар ойын алаңдары спорттық алаңдарды бұзып қиратып жатады. Сондықтан мұндай нысандардың барлығына жауапты адамдарды белгілеу дұрыс деп санайды депутаттарда. Осындай идея туындап отыр. Жоғарғы төлем болмайды. Осы жиналған қаржыға спорттық алаңдарды сақтап қалуға болады. Алаңды қоршап бір адам қарап бақылап отырады. Мұның заңдық негіздерін қарастырамыз. Осыдан кейін депутаттық корпусқа ұсынғалы отырмыз. Ал сырғанақтан зардап шеккен 8 жасар Соняға дәрігерлер аяғының ашық жарықшақтаған сынығы деген диагноз қойған еді. Ол бүгін ауруханадан үйіне шықты.